Пайғамбар саллаллаху алейхи бір күні ауырды дейді. Ауырып қалған кезінде Жабраил алейхиссалам ыдыспен келді дейді. Ыдыста анар менен жүзім бар дейді. Анар менен жүзімді алып келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи соны жейін деп жатқан кезде аналардың тасбих айтып тұрғанын естиді ғой. Көрдіңіздер ма? Ауырып отыр пайғамбар саллаллаху алейхи көңілінен істеп қалады, көтеріп қалады ананы естіп. Келген анар жүзімдер тасбих айтып тұр екен, субханалла деп, Алланы пәктеп тұр екен да. Және дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жаңа Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады, біз сендер мынау мұғжизаларды қорқынышты нәрсе деп білесіңдер дейді, адамдарды қорқытатын нәрсе деп. Мұғжиза ондай, біз мұғжизаларды берекет деп білетін едік дейді Абдулла ибн Масғуд айтады. Біз сапарға шыққан кезімізде суымыз таусылды дейді. Суымыз таусылды, сөйтіп су таусылған кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи шағымданып барып еді, кішкентай судың ішіндегі ыдысқа қолын тықты да соған дұға қылды дейді. Бір кезде оның саусақтарының арасынан су атып қалады дейді. Сөйтіп жаңағы ыдыстар не істеді дейді, суға толып тасбих айтып тұрды дейді. Сахабалар ыдыстардың тасбих айтып тұрғанын еститін болған екен, еститін болған екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірде алдына андай көже дейді ғой, сондай тамақ әкелінді дейді, көже тартылды, тамақ әкелінді. Сонда көжені жеп отырып бір кезде ыдыстың жаңағы тамақтың тасбих айтып жатқанын естіді да. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына тамақ тасбих айтып жатыр деп еді, сахабалар қарап қалды дейді. Біз де тыңдаймыз ба деген сияқты. Сөйтіп ыдысты жақындатты дейді ғой. Сахабалар құлақтарын тосса тасбих айтып тұр дейді. Көрдіңіздер ма? Сахабалар тамақтың тасбих айтып тұрғанын еститін болған екен, еститін болған екен. Абу Дарда деген сахаба Сүлеймен дейтін сахабаға хат жазып атқан кезде айтқан екен, тасбих айтатын табақтармен ант етем деп. Біледі ғой екеуі жолда баяғыда пайғамбар саллаллаху алейхи сапарласып болған, табақтардың тасбих айтқан білген, сон табақтардың мына мен айтып атқан хабарлардың бәрі бар ғой, қақта келген. Имам Бухариде, Имам Маликтің Анас ибн Муаттас кітабында, Малик ибн Анастың Муатта кітабында, вообще мықты кітаптарда, хадис кітаптарында келген, сахих. Сосын Дастан ұстаздың Мұғжизалар деген кітабы бар, сода келген. Оқып, егесілі что күмәнданып атсаңыздар деп атқан, қараңыздар деп атым да. Күмәнданбайсыздар ғой, бірақ енді иман келтірген адамсыздар ғой.